Тамаша. Давайте танысып алдық. Осы жерге чатқа жаза беріңіздер, міндетті түрде қарап шығам, иә. Бұл маған доступны. И өзімді қысқаша таныстырып кететін болсам, білмейтін оқушылар болатын болса, физикал БТ эксперті Абдурашид ағайларыңыз, Абдурашид Абдурахманұлы, иә, грант опытын негізгі қалаушы Инстаграм парақшам. 8 жылдық тәжірибем бар осы салада. И оқушылардың 96%-ы грант егері болып табылады. Тағы да толық ақпараттарды именно Инстаграм парақшамнан қарап шықсаңыздар болады. Так, енді давайте сабақтың бөлігін бастайықшы, иә. Қараңыздар. Көбісі ойлайды то, что формула жаттау қиын, ол ұзақ процесс деп ойлайды. Әр формуланы бөлек-бөлек жаттау керек дейді. Яғни условно бізге 400 формула жаттау керек болатын болса, сол 400-ді бөлек-бөлек жаттау керек деп ойлайды. Одан бөлек физикадан формула қойып есеп шығара берсең оңай дейді. Физика оп-оңай, просто формуланы орнына қоясың да, сонымен кетеді дейді. Немесе формуланың қайдан шыққаны маңызсыз дейтін оқушылар болады. Вот именно осындай оқушыларға айтарым, бұл негізі олай емес та. Бұл негізі олай емес. Қатты сіз ойлағандай қиын емес. Сіз ойлағандай ұзақ процесс емес. Бөлек-бөлек жаттау керек па? Не обязательно, иә? Есеп шығара бересің, формула қойып, жоқ, ол жерде теория да маңызды, формуланың логикасын білу маңызды. Формуланың қайдан шыққаны маңызсыз дейді. Кейбір формулаларда бұл өте үлкен рөл атқарады. Осы маңыздылықтарды бүгін айтатын боламыз. Неге вообще қазір бұл тақырыпты өтіп жатырмыз да? Қазіргі кезде. Себебі оқушылар қазіргі қаңтар роботы кезінде қобалжу әсерінен өзінің өткен тақырыптарының өзінен тиесілі балдарын алмай қалып жатыр. Яғни қобалжу процесі болып жатыр, сондықтан да формулаларды ұмытып жатыр. Яғни білген тақырыбын ұмытып жатыр да. Енді сол бойынша біз енді өзіңізге деген осылай төмен алып қалады ғой енді оқушы қобалжығаннан, формуланы ұмытқаннан да. Содан өзіне деген сенімсіздіктері төмендеп, дайындықты тастап кетіп жатыр да. Хотя бір-екі нәрсені өзгертсе, уже үлкен рост болатын еді сол оқушыда. Сонда бұл жерде қараңыздаршы, даже қобалжу, жанында біреу төбелесіп атсын да, ұрысып атсын, сенің есіңде бір ұмытпайтындай болып қалатындай жаттау керексіздер да. Ал сол бойынша қалай соны естен кетпесте етіп жаттау бойынша бүгін тәсілдерін қарастыратын боламыз. Сол кезде өздеріңіздің сенімсіздіктеріңізді арттырып, наоборот, сенімді болып, нақты өздеріңізге тиесілі балдарды алып кете аласыздар. Бүгінгі маңыздылығы осы да. Эфирдің басты мақсаты сонда формула жаттаудың оңай екенін сіздерге көрсетуге тырысу да. Оңай екенін көрсетуге тырысу. Ол формулалар арқылы қалай 45 плюс балл алуға болатынын көрсету. Яғни жай жаттағаннан пайда жоқ қой. Ол не ол? Бізде именно балл алу керек. Сондықтан сол арқылы қалай балл аламыз, сол бойынша да нақты түсіндіретін боламын. Қалай? Бұл тақырыптар сіздерге маңызды ма? Давайте чатқа жаза кетейікші. Кімге бұл тақырыптар маңызды? Да? Тамаша. Тамаша. Бәріне дейді. Әрине. Кеттік дальше. Жоспар. Бүгінгі жоспарымыз бойынша вообще негізі формула жаттаған кезде қалай жасамау керек деген нәрсені де білу керек. Формула жаттаудың 6 тәсілін қарастырамыз. Олардың логикасын түсіну арқылы есептерде дұрыс қолдану бойынша осы реттілікпен сабағымызды өтетін боламыз. Дальше кеттік. Бізде ең бірінші ол мнемотехника. Мнемотехника деген әдіс бұл прикольный сөйлем және де сөз құрастыру. Яғни мнемотехникаға жалпылама интернеттен бір анықтамасын қарайтын болсаңыздар, бұл есте сақталған ақпарат көлемін және жалпы есте сақтауды арттыратын белгілі бір тәсілдердің жиынтығы. Осы мнемотехникада, физикада қалай қолданамыз? Негізгі идеясы прикольный сөйлем немесе сөз құрастыру. Ол қандай? Давайте қарастырайық. Бізде именно периодтар бар. Периодтардың формулалары бар да? Периодтар. Давайте осы жерде қарайықшы. Мына формуланы прикольный қандай сөзбен жаттаса болатын еді? Бұл жерде бізде қандай сөз бар? Тамаша, бұны енді көбісі біледі да. Мына формуланы 2PLG дегенді, яғни математикалық маятник формуласын 2 порция лагман деп жаттабаса болады да. 2 порция лагман. Яғни бұл тамақтың шеңберінде периодтар оңай жатталады да. Мынаны 2 порция макарон деп айтса болады. Немесе манный каша дегенде жақсы вариант да. 2 порция макарон десе де болады. Ал мынаны 2 пачка лейс десе болады. 2 пачка лейс десе болады. Тағы да қараңыздар, мына жерде кейбір оқушылар оказывается былайша тастырады екен. Ағай, периодтың т бөлінген n деген формуласы бар, ал жиіліктің n бөлінген т. Мен осыларды шатастырамын дейді да. Кейбір кезде жиілікке
т бөлінген n деп жазып жіберем дейді да. Соны қалай жаттап алсам болады дейді. Бұл жерде де мнемотехника әдісі бар. Ол жерде былай жаттап алсаңыздар болады. Т мен т тура пропорционал деп та. т деп. Мен мысалы ұл болғаннан кейін маған мынандай мысалы күшті кетеді да. Audi TT деген модель бар. Audi TT деген модель. Осы модель арқылы маған мысалы осы жақын болды да. Мен шатастырып тұрған формуланы осылай екеуінен бір-бірінен бөліп алдым. Яғни мен TT екенін білгенде жиілікті жазғанда керісінше n бөлінген т деп жазам. N бөлінген т деп жазам. Сондықтан да қыздар жігіттер мнемотехника әдісі бойынша бұл мысалдармен сіз өзіңіз жаттай алмай жүрген формулаға прикольный сөйлем немесе сөз құрастыра аласыз да. Мысалы мына жерге мысалы Audi TT деп құрастырып жүрсеңіздер де болады. Окей? Енді қараңыздар, осы периодтар бойынша сливтан есептер келді. Давайте сол есептерді талдап тастайық. Сол есептерді талдап тастайық. Так, бұл жерде екі есепті қарастырдым. Именно периодтар бойынша. Біреуі оңай, екіншісі қиындау. Да? Оңайынан бастаймыз. Біріншісі, так, мен мына жерде сливтарым бар, жаныма жазылған. Бұл жерде бізде период, циркте болып жатқан жағдай, циркте акробат қандай да бір әдісті орындап жатыр. Сол кезде оның жібінің периоды 16 секунд болатын болса, именно сол жіптің ұзындығын тап дейді. Жіптің ұзындығын тап дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде математикалық маятниктің формуласы оп-оңай. Түбір асты LG деген формуланы аласыздар. Сіздерге формула түрлендіру қажет болады. Формула түрлендіру бойынша біз түбір астынан құтылу үшін кеңдіктің екі жағында квадраттаймыз. Кеңдіктің екі жағында t квадрат 2π 4π квадрат LG дейміз да. Осы жерден L-ді шығаратын болсақ, ол бізде gt квадрат 4π квадрат болады. Содан кейін барып, кстати, осы жерде лайфхак айта кетейінші. Лайфхак айта кететін болсақ, бізде π квадрат деген жуықтап алғанда 10-ға тең. G да 10-ға тең да. Сондықтан да екеуін әрдайым кездессе бір-біріне қысқартып жіберсе болады. Сонда мына екеуі қысқартса, бізде тек қана t квадрат бөлінген 4 деген формула қалады. Осыны лайфхак ретінде өздеріңізге жаттап алсаңыздар болады. Математикалық маятник бойынша L дегеніміз t квадрат бөлінген 4 деп. Осы жерде, значит, 16-ны квадраттап, сразу 4-ке бөле саласыздар ғой сонда. Сонда шығаратын болсақ, 16 көбейтілген 16, яғни квадрат, соны 4-ке бөлеміз. Мына 4-пен кетеді, 64 метр. Яғни мына есепті шығарудың да қажет жоқ та. Не істейміз? Просто сразу мына лайфхакқа қолдана саламыз. Немесе дәл осы есепті сіздерге былай беру мүмкін да. Т-ны сұрауы мүмкін. Т-ны сұраған кезде сіздер не істейсіздер? 4L түбір астын алатын болса, ол 2 түбір асты L болып кетеді. Сондықтан да ұзындықты берсе бірден период таба саласыңдар, периодты берсе бірден ұзындықты таба саласыздар. Оп-оңай. Бұл сливтан келген оңай есеп, лайфхак форматында көрсеттім. Осылай тез-тез шығарсаңыздар болады. Так, ал енді қиынын қарастырайық. Так, бізде мынандай есеп кездескен, сәйкестендіруге келген екен. Так, оқушым айтты, мен оны өзімнің базамнан тауып алдым да. Бұл алдыңғы жылдары кездескен есеп. Ұзындығы 1 метр, салмақсыз жіпке ілінген массасы 500 грамм, шарды тепе-теңдіктен 45 градусқа бұрышқа ауытқытып жіберген, шардың тепе-теңдіктен өткен мезеттегі энергияларын оның мәндерімен сәйкестендіріңіз дейді. Давайте осыны, міне жазып отыр, мына жерде тамаша Балнұр жазып отыр, маған келген дейді. Мінекей қарастырайық сол есепті. Қараңдар, математикалық маятник бар мынандай. Міне ұзындығы L. Мына жерде шар тұр, шардың массасы бар 500 грамм. Бұны, тепе-теңдіктен ауытқытқан кезде қаншаға ауытқытқан? 45 градусқа, альфаға ауытқытқан да. Сол кезде шар уже мына жерде тұр. Бізге не дейді енді? Бізге айтады, именно шардың тепе-теңдіктен. Тепе-теңдік деген именно мына жер. Тепе-теңдік жағдай. Осы жерден өткен мезеттегі энергияларын оның мәндерімен сәйкестендіріңіз. Бұл жерде сіздерге не істеу керек болады? Теорияны білу керек. Теория бойынша именно тепе-теңдік жағдайында бізде кинетикалық энергия максимум болады, ал потенциалдық энергия минимум болады. Сондықтан да бірден потенциалдық энергияны 0 деп белгілей салсаңыздар болады. Просто осылай жаза саласыздар. Енді осы жерде кинетикалық энергиясы максимум табу керек болатын болса, кинетикалық энергияның бізде формуласы қандай? Ол бізде mv квадрат бөлінген 2 ғой, дұрыс па? mv квадрат бөлінген 2. Бізде масса бар, бірақ жылдамдық жоқ. Жылдамдықты қалай тапсақ болады?
Жылдамдықты енді бұл жерде VV max болатын болса, оны омега xm деп тапсақ болады да. Омега дегеніміз 2πt, и xm деп біз мынаны іздеп кетсек болады да. Мынаны іздеп кетсек болады, оны да табу оңай да негізі. Бірақ бұдан да оңай жолы бар. Бұдан да оңай жолы бар. Ол қараңыздар, ол энергияның сақталу заңы бойынша. Энергияның сақталу заңы бойынша біз білеміз да, кинетикалық макс пен потенциалдық макс бір-біріне тең болады. Яғни мына жердегі потенциалдық энергиясы бар ғой, мынау кинетикалық энергиямен тең. Сондықтан да бұны EP max пен тауып болады. EP max дегеніміз ол mgh болады. H деп тұрғанымыз мына бөлігі. H деп тұрған мына бөлігі. И сонда қараңыздаршы, мынау H деген получается мына биіктік қой. А бұл H-ты табу үшін мен не істесем болады, қараңыздаршы. Осы жерден көп шатаса, тағы H-ты қалай табамыз, XM-ді қалай табамыз деп, е? Бұл жерде сіздерге геометрия әдісін қосып жіберу керек болады. Сен мынау H-ты табу үшін үлкен L-дан мынаны, мысалы A деп алсақ, A-ны азайтатын болсан, сенде H шығады. Сонда былай жазсаңыздар болады. H дегеніміз L азайтылған A. L. Ал A дегеніміз, получается, мынандай болып тұр ғой бізде. Мынау A болып тұр да міне. Ал мынау L болып тұр. Мына жердегі бұрышы 45 градус. Яғни мынаны қалай тауып болады? Геометрия бойынша. Қалай тауып болады? Бұл іргелес жатқан катет қой гипотенузаға, е? Іргелес жатқан катет та гипотенузаға. Сондықтан да біз не істейміз? Именно A-ны L косинус альфа деп жазып жіберсек болады. Сонда біз H L A-ның орнына L косинус альфа деп қоямыз. Сонда мына жерде L жақшан сыртына шығады, 1 минус косинус альфа. Так, L деп тұрғанымыз 1 метр. 1 минус косинус альфа. Косинус альфа 45 градуста қаншаға тең? Ол түбір асты 2 бөлінген 2, е? Яғни түбір асты 2 деген жатқа бөлу керексіздер, есепте. Ол 1,4, 1,4-ті 2-ге бөлетін болсақ, ол 0,7 болады. Сонда мына жерде 0,7 деп жазамыз. Жуықтап алғанда әрине, е? И сол кезде бізде мына жерде 0,3, жақшан сыртында да 0,3 метр болады. Яғни мына бөлігі 0,3 метр деген сөз. Сонда мына жерге қоятын болсаңыздар, mgh деп, е? Так, 500 грамм деген 0,5, G деген 10, 0,3-ті. Сонда бұл жерде 1,5 джоуль деген жауап шығады. Сондықтан мынау жауабы дұрыс емес, бұл жерде 1,5 джоуль болу қажет еді. Так. Все, тамаша, давайте дальше кеттік. Чисто кімге керек, давайте сол оқушылар қалсын, е? Бұл енді кішкене қиындау есеп, е? Мынау оңай, мынау именно қиындау. Слифтан келген периодтар бойынша есеп. Дальше кеттік. Тағы да қалай біз прикольный сөздер ұйымдастырсақ болады. Электролиз тақырыбында бізде массаларды табу керек. Осы массаларға мынандай бір прикольный сөздер болады. Мынаны кит деп айтса болады да. Масса кита деп айтады. Масса кита деп айтса болады. И және де осы электролизда мына жерде бір энергия жүріп жатады, қандай да бір жұмыс жасалады. Именно жұмыспен байланыстыру керек болатын болса, мука деп жазса болады. Мука. Яғни ол кәдімгі ұн бар ғой, ұн, мука. Сол сияқты жаттап алсаңыздар болады. Мына жердегі М деген мына жердегі тотығатын масса, У деген осы жердегі кернеу, К деген электрохимиялық эквивалент, ал А дегеніміз ол бізде жұмыста, осы жерде жасалып отқан жұмыс. Так, дальше кеттік. Бізде жұмыс бар. Осы жерде қандай сөздер бар? Давайте, кім біледі, чатқа жаза кетейікші. Мысал, мынаны көбісі білетін да. Кит деген нәрсені, мука деген нәрсені көбісі білетін. А мына нәрсені именно кімдер біледі? Мына жерде қандай ассоциация қолданса болады? Давайте жаза кетейік, кім біледі? Аз аудим осыны білетін адамдар. Тамаша, мына жерде Бағдаулет бірінші болып жазды. Бұл жерде қараңыздар, не обязательно сіздер бұлай жазуға да. Сіз бұны өзіңізге түрлендіріп, именно А, N бөлінген Т деп жазсаңыз болады ғой, дұрыс па? N бөлінген Т деп жазсаңыз болады. Сондықтан да осы жерде ант деп жазатын болсақ, жаздым ғой уже ант. Яғни ол жерде қалай жаттап алсаңыз болады? Ант етемін деп жаттап берсеңіз болады. Осы сабақты до конца отыруға ант етемін деп бар ғой. Өйстіп ант ретінде жаттап алсаңыз болады. Так. Натрия дейді да. Натрия тоже жақсы вариант. Бұл жерде қараңыздар, қатып қалған нәрсе жоқ, обязательно ант деп жаттау керек дегенше. Сенің именно миыңна қандай креатив келіп тұр,
Главное ол есте қалса болды да, и дұрыс қалса болды. Мына жерде уют дейді да. Уют деп жаттаса да болады да. Уют. Типа уютно, мне уютно деген сияқты орысша. Ал мен бұны былай жаттап жердім, қараңыздар. Еркелеткенін жақсы көрем ше өзім. Оқушыларыма жандарым деп сөйлеп. У-Т-Ай дедім да. Ути деп ше. Ути деп не істей саласыздар да. Еркелет жерлесіздер да формуланы. Так, мына жерде кейбір оқушыларым қатты кетіп отыр. Ант құмырсқа. Өйткені ағылшыншасы ант деген бізде құмырсқа ғой. Бірақ ол қиындау болып кетеді деп ойлап отырмын да кейбіреулеріне. Сондықтан да осылай өздеріңізге жатталым, бүкіл формулаларға бұлай жасай алмайсыздар, Прикольный сөз. Именно өздеріңіз жаттай алмай жүрген формулаларға осылай не істейсіздер? Ассоциациялар құрастырып қоятын боласыздар. Так, мына жерде не істесек болады? Бұл жерде қандай сөздер қолдансақ болады? Тоже көп оқушылар именно айдың формуласын дұрыстап жаттай алмайды. Так, Свен деп жаттаса болады дейді. Свен деп жаттаса болады дейді. Мына жерде сіздер өздеріңізге реттілікпен алмаған именно осылай ыңғайлы бұны конус деп жаттап алсаңыздар болады. Но Q, N, U, конус деп айтып жүрсеңіздер де болады. Физматтарға тема ғой саму, Свен деп жаттасаңыздар да болады, конус деп жаттасаңыздар да болады, өздеріңіз білесіздер да. Дальше келесісі бізде келесісі бұны кәдімгідей отырасыздар да. Кукарику деп өздеріңізге бір ерсіқылық жасасаңыздар, от души естеріңізде қалып қалады да. Кукарику деп жаттап ала саласыздар. Кукарику. Немесе айкс деген енді қатты екен айдың енді. Ол жағына кетпек қойық, Так, мінекей осылай формулаларға сіздер жаттай алмай жүргендеріңізге өздеріңіз қандай да бір сөз, прикольный сөйлем құрастыру арқылы жаттай аласыздар. Так, дальше кет, енді теорияларға қалай қолдансақ болады? Теорияларға. Катод плюс па, әлде минус па? Катод плюс па, әлде минус па? Вообще, осыны жаттаудан қиналатын оқушылар бар ма? Чатқа плюс қойып кетейікші. Ағай, мен шатастырамын да. Катод плюс па, әлде минус па деген секілді. Күшті ағай түсініп отырмын. Тамаша, ризамын жандарым. Элина. Тамаша. Так, осы жерде, мені қараңыздар, кейбіреулер минус плюс деп шатасып отыр да. Енді біреулер точно шатасып отыр ғой, минус пен плюс қойып жатырмыз. Оны оп-оңай жаттайсыздар. Анод дегенде қанша әріп? 4 әріп. Плюс деген кезде қанша әріп? 4 әріп. Анод всегда плюс. Катод дегенде 5 әріп. Минус деген сөзде 5 әріп. Болды. Осылай жаттайсыздар. И никогда өмірлеріңізде, ертең күні 20 жылдан кейін де сұраса, катод пен анод деп айтатын болса, именно плюс па минус па десе, дәл осылай жауап бере саласыздар. Қалай? Тема кетті ма, методика? Мынау методика қалай болды сіздерге? Давайте жандар, мен дайындалып келдім бұл сабаққа да. Ұнап отырса, еш қысылмаңыздар, от души жаза кетіңіздер, От души жаза кетіңіздер. Оқушыларыма пайдалы болған сайын настроенияларым көтеріле береді ағайларым. Тамаша. Сондықтан да именно катод дейтін болса, бұл всегда минус деп жаттап аласыздар, анод деген бізде плюс болады. Окей? И электролизде бізде катод пен анодтың білуі бойынша, мына жерде плюс иондар катодқа қарай кетіп отыр. Сондықтан да мені көріп отырсыздар ғой. Ал 10 иондар именно анодқа қарай кетіп отыр. Қарама-қарсы зарядтар бір-біріне тартылады. Дальше бізде тағы да осындай бойынша біз мнемотехника бойынша кодовый сөз ұйымдастырсақ болады. Бізде білесіздер электромагнит толқындар шкаласы бар. Электромагнит толқындар шкаласы бойынша мынау бізде радио толқын. Мынау бізде именно инфрақызыл болады. Мынау бізде көрінетін жарық. Мынау бізде ультра толқындар болады. Рентген болады. Содан кейін барып бізде гамма болады. И осының реттіліктерін былай жаттап алсаңыздар болады, бас әріптермен жаттап алсаңыздар болады. Бұл да бізде слифтан келген. Қазір түсіндіріп беремін да қалай келгенін. Міне, ең бірінші әріптерін алып аласыздар. И сөйтіп рекурк деп жаттай саласыздар. Рекурк. Болды, осылай жаттап ала саласыздар. И сонда қараңыздар, бізде білу керек бізді. Мынандай теманы білу керек біз осы электромагнит толқындар бойынша. Бізде бұл электромагнит шкалалар бойынша орналасу реттілігін білу керек. Оның реттілігін именно толқын ұзындығымен немесе жиілікпен анықтайды.
Сондықтан да білу керексіздер, радионыкі ол бізде ең үлкен толқын ұзындығы. Толқын ұзындығы бізде лямбда деген әріппен белгіленеді ғой. Мынау лямбда макс болады, мынау бізде лямбда минимум болады. Яғни ең толқын ұзындығы көбі радионыкі, ең кішісі гамманікі. Ал жиілік керісінше болады. Өйткені бізде лямбда дегеніміз жылдамдық бөлінген жиілік та, екеуі бір-біріне кері пропорционал. Сондықтан да мына жерде наоборот жиілік минималды болады да, ал мына жерде жиілік максималды болады. Дәл осы бойынша бір оқушым аудиомен жаз жерді кірген оқушы айтады, реттілікпен орналастырыңыздар деген үшеуін берген. Ультраны берген, инфраны берген, сосын барып рентгенді берген. Ультра, инфра, рентген. Именно толқын ұзындықтары бойынша реттестіріңіздер дейді. Значит, бізде не бар, қараңдаршы? Ультра, рентген, екі рентген кір. Ультра, жоқ, біреу инфра болды. Толқын ұзындықтарымен десе қараңыздар. Ең кішісі қанша? Ең бірінші рентгенді жазу керек еді. Рентген жазу керек еді. Келесі бізде ол не кетеді? Инфрақызылдар. Жоқ, ультра кетеді, сосын барып именно инфрақызылдар. Мына жерден де қарап аласыздар да оны. Рентген кетті, ультра кетті, инфрақызылдар кетті. Міне осылай рекурк деген сөзбен ала саласыздар да. Дальше кеттік. Міне мынандай форматта бір сұрақты сіздерге мысал ретінде алдым. Төменде берген электron толқындардың толқын ұзындығы бойынша өсу ретімен орналасуы дейді. Яғни лямбда минималдыдан лямбда максималдыға дейін именно жіберіңіздер дейді. Так, все окей, тамаша. Енді бұл жерде біздегі рекурк деген сөз бар ғой. Рекурк. Сол бойынша қарастырасыздар да. Біздегі минималдық қайсы? Гамма. Сондықтан мына жерден гамманы іздейсіңдер. Яғни ол неден басталу керек? 5-тен басталу керек. Қай жерде 5-тен басталмады сызып тастайсыңдар сразу. Миыңды ашытпайсың. Әр қайсын тексеріп отырсаң миың ашиды. 5 қай жерде жоқ сызып тастайсың. Так, ең соңғы немен аяқталу керек? Радио толқынмен аяқталу. Ол 4 та. И 4-пен аяқталған, 4-пен аяқталмаған нанды сызып тастайсың. Сенде екі вариант бар, значит. И ол екіншісінде айырмашылығы бар. Бізде дальше не кету керек? Рентген кету керек. Яғни бізде 5-тен кейін 2 кету керек. И ол D вариантында ғана тұр ғой. Осылай D вариантымен салыстырып жаза саласыздар. Шатаспаңыздар, асығыстық танытпаңыздар жандарым. Именно осы жерден просто басын соңын тексересің. Тағы да бірнеше варианттар болатын болса, онда бір-бірден тексеріп бастайсың. Так. Все окей, тамаша. Дальше кеттік. Келесі әдіс бізде ол стикерлар әдісі. Стикерлар әдісі, енді қараңыздар, бұл жай ғана мнемотехниканың әдісімен шектеп қалмау керексіздер да. Әртүрлі әдістерді қолдану керексіздер. Стикерлар әдісі кәдімгідей канцелярский дүкенге барасыздар, сол жерге барасыздар, стикер сатып аласыздар. Сол стикерге өзіңіздің ұмытып қала беретін формулаларды жазып қоясыз. Ұмытып қала беретін. Сол кезде ол стикерларды енді ескеру керек момент бар да. Өзің көп уақыт өткізетін жерлерге жабыстырып қою да. TikTok-тың ішіне жабыстырып қойсаңыздар тамаша кетеді вообще да, мысалы ше, авасына ма бір нәрсе істеп та. Так, сондықтан да мысалы өздеріңіздің бір оқитын комнаталарыңыз бар ғой, сол оқитын комнаталарыңызға кроваттың басына, именно ноутбугыңыз тұратын үстіне не істеу керек болады сіздерге? Осылай стикерларды жабыстырып қою керек. Яғни сіз оны өмірде көре берген сайын, ол визуалды тұрғыда жаттала береді. Адамның миы негізі өте керемет жұмыс істейді да. Сіз қандай да бір нәрсені байқамасаңыз, ми оны өзі обработка жасай бере алады. Яғни сіз просто комнатада отырып көзіңіз былай жүріп өткеннің өзінде де ананы ақпаратты визуалды түрде жаттай алады. Сол кезде сіз соларды қарай бергеннен уже уақытыңызды бөлсеңіз де бөлмесеңіз де көп көрсеңіз оны жаттап қалатын боласыз. Окей? Соны біліңіздер. И еще бұны тек қана жабыстырып қана қоя салмай, апта сайын реттестіріп тұру керек. Яғни бұл не білдіреді жандарым? Яғни сіз андай бір осы эфирде мотивация алып, стикерларды сатып алып, жабыстырып қойып, болды соны қалдырып қойсаң, одан пайда болмайды. Сен әр апта сайын стикерларға қарап, қайсын точно жаттадың, соның орнына әлі жатталмаған формулаларды іліп қою керек. Яғни өздеріңізге бір норма қойып қойсаңыздар болады, әр апта сайын менде 50 стикер жатталады деп. И сол 50 стикердің қаншауы жатталды, аптаның соңында алып, жаңа формулалармен алмастырасыздар. Жаңа формулалармен алмастырасыздар, дәл солай апта сайын реттестіріп тұрған кезіңізде ол формула міндетті түрде жатталады, и сіздер жаңағыдай қайталау жұмыстарын осылай да сапалы түрде жасай аласыздар. Тамаша. Келесі бізде флеш карточкалар бар.
флеш карточкаларды біз өткенде супер интенсив форматында сіздерге электрондық нұсқасында берген болатынбыз. Иә, электрондық нұсқасында берген болатынбыз. Бұл не десеңіздер вообще да? Кстати, бұл бүгін бізде бонус болып беріледі. Иә, қуансаңыздар болады. Сіздерге қолданысын бастап көрсін деген ниетпен осыны бонус ретінде беретін боламыз. Қараңыздар. Мысалы, сізге планета бетіндегі еркін түсу үдеуін жаттау керек. Значит, ол жерде сізге қандай ақпараттарды білу керек? Мына формулаларды білу керек қой. То, что ол кішкентай J әрпімен, үлкен J бар, M бар, R бар да. Осы нәрселерді білу керек. Яғни сіздерде флеш карточкалар болады. Флеш карточкалар арқылы сізде бір бетінде мынау ақпарат тұрады, екінші бетінде мынау ақпарат тұрады. Распечатка жасайсың, бір-біріне клейт етесің де қырқасың. Сол кезде сенде бір бетінде атауы тұрады, екінші бетінде формуласы тұрады. Яғни қарайсың да, мен мынаны білем ба дейсің да, ойша айтып шығасың. Дұрыс айттың ба, дұрыс айтпадың ба, олай тексересің да. Бұны досыңмен істесең де болады, немесе өзің істесең де болады. Бірақ нақты формула жаттауға өте қатты әсер етеді. Сондықтан да осы нәрсені мен сіздерге енді механика форматында осыны бонус ретінде сіздерге беретін боламын. Түсінікті ғой, иә? Дальше кеттік. Бұл жерде уже кеттік, серьезно кететін оқушылар бар ма? Уже кішкене бұнау осыған дейінгі айтылған нәрселер жақсы, бірақ олар әлде кішкене бір андайда бір взрослый нәрсе емес та, бір сапалы, қатты сапалы емес та. Вот реально сапалы нәрсе естігілеріңіз келсе, ол именно осындай топтастыру әдісі. Яғни сіз бүкіл алған білімдеріңізді жүйелейсіз. Яғни отырып аласында, мысалы, былай жүйелесем болады. Так, механика бөлімі бар. Механика бөлімін үшке бөлсе болады да. Кинематика деп бөлсе болады дейсің. Кинематика. Сосын барып не істесе? Динамикаға бөлсе болады. Кейбіреулер мына жерде сақталу заңдары сұйықтардың механикасы дейді, бірақ оны статика деп бөлесін болады. Мен не? Статика деп бөле берейін. И істесіңдер де, айтасыңдар да, кинематика бойынша қанша формула білу керекпін, динамика бойынша қанша формула білу керекпін, статика бойынша қанша тақырып білу керекпін, және де не істеу керекпін? Именно қанша тақырып, қанша формула білу керекпін. Мына жерде Мереке жазып отыр, ағай түсіріп алайықшы дейді. Именно мынау сіздерге бонус ретінде беріледі. Кім алғысы келеді? Бонус ретінде беріледі. Міне, қараңыздаршы. Мен дайындап қойдым әдейі да. Так, міне. Былай, сонда сіздер мынандай карта шығу керек қой сіздерде, міне. Мынау картаны сіздерге тастап кетпесінші, бастасыншы деген ниетпен мына менталды картаны беретін болам. Қараңыздаршы, получается, механиканы үшке бөлгем. Кинематика, динамика, статика. И міне қараңдар. Кинематика бойынша бізде үш түрлі қозғалысты білу керек. Бір қалыпты, бір қалыпсыз, вертикаль бағыттағы. И мысалы вертикаль бағытта бізге үш нәрсені білу керек. Тік жоғары лақтырылған, параллель лақтырылған, көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған деген секілді именно осындай нәрселерді білу керек. И олар бойынша қандай формулаларды білу керек? Осының барлығын осылай тізбектеп, өздеріңіз конспектілеріңізді реттеп, осындай менталды карта жасайтын болсаңыздар, тамаша именно жүйелі білім болады. Жүйелі білім болады. И сіздер бастап кетсін деген ниетпен механиканың дайын форматында сіздерге беретін болам. Дәл солай өздеріңіз жылу физикасына, электромагнетизмге, кванттық физикаға осылай дайындасаңыздар, өте күшті методика. Бұл менталды карта. Яғни миында болып отқан хаосты былай реттейсіңді визуалды түрде, былай кайф аласың адам. Түсінікті ғой, қалай кетті мынау нәрсе? Ұнаған сияқты ғой, мына жерде. Реакцияларыңыз мощь, тамаша. Так, давайте жандарым, егерде кірмей қалған оқушылар болатын болса, достарыңызға айтып жеріңіздер, міндетті түрде қазір кірсін, кірсін осындай керемет ақпараттардан именно құр қалып қалмасын да, тем более эфир сақталмайды білесіздер, және де керемет бонустар қарастырылып жатыр да. И мысалы дәл солай жылу физикасын қаншаға бөлсе болады, екіге бөлсе болады, именно МКТ деп бөлсе болады, термодинамика деп бөлсе болады, электростатиканы тұрақты тоқ, электростатика, электромагнетизм, айнымалы тоқ деп бөліп қойсаңыздар болады. И, короче, кім осын жасағын келеді дейді, жайлап жолдары көрініп бастайды сіздерге, жайлап жолдары көрініп бастайды. Тамаша. Дальше. Енді осы тұста давайте бір миф туралы сөйлесе кетейікші, кішкене миф туралы сөйлесе кетейік. Кейбір оқушылар бар, айтады, мынандай миф бар да, физика оңай, формула қоясында шығара бересің. Андай айтасың да, айтпаса да болмайды да, түфу мә деп айтасың да бұл жерде. Бұндай оқушы бір 20-ның 25-дің деңгейінен аспайды. Өйткені физикада сен жалғыз формулаларды, допустим, жаттап алсаң, ол несі физик, просто ол анау
андай именно басқа бір термин жаттайтын пәндерден айырмашылығы не болып қалады оның да, мысалы гео деген сияқты, био сияқты, мысалы жаттау керек қой ол жерде. Физикада жаттау қажет, жаттау ең бірінші орында емес. Сендер формуланы білгеннен бөлек еще логикасын түсіну керексіңдер. Вот логикасын түсінсеңдер, жаттаған формуланы есептеп қолдана аласың. Сол кезде ғана бал келеді саған. Сондықтан да бұл негізі формуланы қойып шығара бересің деген қағида мүлде дұрыс емес. Өйткені ол жерде есептердің әр бір сөзі есепті толыққанды өзгертіп жіберуі мүмкін. Келесі, еще мынандай оқушылар бар. Мынау енді жиза, иә? Мынау жиза, өзім оқушылармен сөйлесіп отырамын. Сол кезде осы нәрсені четко байқаймын. Жыл сайын болатын нәрсе. Я бұны баспен ұрынған кезде бірақ түсінесің. Матем оңай. Реально салыстыратын болсақ, матем оңай. Кімге вообще негізі матем оңай? Жаза кетсеңіздер болады. Ағай, маған матем реально оңай деп, матем оңай дейді да. И сосын айтады. Значит, матем оңай болса, лучше сол жаққа көп фокус қойып, сол жақтан бал жинауға акцент қоймаймын ба дейді. Да? Сол жақтан акцент қоймаймын ба дейді, да? Значит, айтады, ертең ата-анамның алдында, допустим, 80 балл алдым десем, енді ата-анам сұрамайды, достары да көбісі сұрамауы мүмкін, да? Там физикаң қанша болды, математикаң қанша болды дейді, да? Просто общий баллды көтергенге математика жақсы дейді, да? И сондықтан да именно математикаға көп көңіл бөледі, да? Физикасы жайында қалады. Физикасы жайында қалғандықтан уақыт азырақ болады, жүйесіз дайындалады, да? Физика қиын деген ұғымды басына кіргізіп алады. Хотя просто өзі екеуіне де дұрыс уақыт бөліп қарастырмаған, да? Уақытты дұрыстап қарастырмаған. Сондықтан да бүкіл матемнен результат келеді деп сала берген. Сондықтан да бұл жерде жандарым, матем, физикадан қарағанда кішкене оңайырақ, бірақ ертеңгі күні сіз грантқа түсетін кезде сіздің 5 пәніңіз есептеледі. Ол жердегі ең үлкен рөл ойнайтын бейіндік пәндер. Сондықтан да именно бейіндік пәндерді бірге алып жүру қажет болады. И бұл кезде осы жерде комбинация бойынша екеуін де бірге қарастырған дұрыс. Неге бірге қарастырған дұрыс? Қазір сіздерге математикамен байланысын түсіндіретін боламын, да? Физикада бізде логика, жандарым. Теорияны білсең, ол бізде чисто логикамен шығады. Сондықтан да жандарым, именно математикаға ғана көңіл бөліп қана қоймай, физикада көңіл бөліңіздер. Қаңтар ұбт-да көрсеңіздер, 50-ден 50 қазір кезде физикада не үшін шықпай жатыр? Матемнен мысалы 3-4 50-де 50 шықты уже, да? Неге? Себебі математика көп фокус қойылады, физика жайында қалады. И және мынандай нәрсені білесіздер ғой, физикаға соңында уақыт жетпей қалады. Неге? Өйткені матемнен бүкіл барынша бал алуға тырысқан. Сондықтан да физика жайында қалып қалған, да? Дальше кеттік. Енді бұл мифтарды қараңыздар. Сонда бұл физика оңай емес, формуланы жаттасам болды деген жеткіліксіз. Матем оңай, бірақ бұл жерде қандай миф? О жалғыз одан ғана бүкіл 5 пәндік балыңызды көтере алмайсыздар. Так, бұл жерде де все физика оқимын дейді. Жалғыз физика дегенде дұрыс емес. Баланс керек сіздерге. Сіздерге ең бірінші бейіндік пәндер, сосын барып қана міндетті пәндерге бойынша қарастырып өту керексіздер. Так, дальше кеттік. Практика жасау керексіздер. Жандар, міндетті түрде практика жасау керексіздер. Осы эфир деңгейінде отырып практика жасаңыздар. Практика жасау барысында конспект және де формула жинақты көп қолданба. Яғни, мысалы, қандай да бір тақырыпты бойынша есеп шығарып отырсың ғой. Жанында конспект жатыр, формула жинақ жатыр, да? Сен оған каждый раз қарай бермеу керексің. Бір рет қарадың, мысалы, формуланы, да? P тең F бөлінген S, да? Немесе PV new RT. Бұл қайта сол PV new RT үшін, сол формула үшін қайта қарай берудің қажеті жоқ. Үйтетін болсан, ол практика арқылы сен формуланы жаттай алмайсың. Бір қарап, больше осы формуланы қарамаймын деп практика жасау керексің, да? Түсінікті ғой, Дәл сол бойынша сіздер не істейсіздер? Именно осы бойынша, осыны ескерсеңіздер, практика максимально пайдалы болады. И оны қайталап бекіту керек. Яғни сол жаттаған формулаларыңызды қайталау қажет болады. Осы жерде көп оқушы дұрыс қайталамайды. Давайте осы нәрсені түсінейік. Қайталау деген кезде, қайталау деген сөз қайта оқу деген сөз емес. Қайта оқу деген сөз емес. Так, мына жерде модератор отыр, жандарым, сондықтан да қазір чаттан шығып кету қаупі бар. Кім дөрекілік танытып отыр, және де басқа да бір іс-әрекет жасап отыр, олар именно чаттан шығатын болады. Так, тамаша, дальше кеттік. Қайталау және де қайтау. Значит, қалай қайталау керек онда? Просто отырасында, мысалы, бүгінгі жаттаған формулаларын есіне түсіресің. Конспектке қарамайсың, ешқандай дәптеріне қарамайсың. Просто өзіне, мысалы, былай,
әріптерін тізіп жазып жатсам болады, немесе ойша есіне түсіріп жатсам болады да. Так, ПВ не өрті, 3 бөлінген М. Именно дәптерге қарамай қайталауға тырысу керексіздер. Вот сол кезде сіздерде жақсы бекітілетін болады. Ал дәптерге қарап қайталай беретін болсаңыздар, ол жерден сіздерден қатты бір пайда болмайды. Осы нәрсені ескеріңіздер, қайталаудың өзіндік бір тоже ескеретін моменттер бар. И тұрақты түрде қайталау өте маңызды. Яғни бір настроением болған кезде емес, мотивацияны оянған кезде емес, нақты бекітіп қою керексіздер. Аптаның осы күні мен физиканы қайталаймын. Аптаның осы күні математиканы қайталаймын. Я? Дәл осылай бөліп қою арқылы, нақты сапалы қайталау арқылы өздеріңіздің именно кратковременный памяттен долгосрочный памятьқа жібересіздер, ұзақ мерзімді есте сақтау қабілетіне. Ал ертеңгі күні ұбт-ға сіздерге именно ұзақ мерзімді сақтау қабілеті керек болады да. Дальше. Сонда қараңыздар, бізде нақты енді қанша формула жаттау керек деген сұрақ болып отыр ғой. Бізде вообще 8 бөлім бар. Механиканы осындай тарауларға бөлсе болады. Жылу физикасы оны мына тарауларға бөлсе болады. Электростатика, тербелістер, толқындар, оптика, СТ-ні бөлсе болмайды, ол просто бірақ қана балл беріледі. 3-4 қана тақырып бар да. И мына жерде кванттық физиканы осылай бөлсе болады. И нақты сіздерге формуланы жаттау керек бойынша қанша формула жаттау қажет болады? 400 формулада жоқтап алғанда 400 формулада жаттауға болады. Егер де сіздер осы айтылған мнемотехника әдісі бойынша, топтастыру әдісі бойынша нақты жаттайтын болсаңыз, 400 формула не проблема? Сапалы қайталасаңыздар, сапалы практика жасаңыздар, 400 формула деген ол қиын емес. Просто сіздер егер де осы уақытқа шейін қиналсаңыздар, дұрыс емес әдіспен просто андай болды, дәптерді ашып, андай ПВ не өрті деп жаттап жүргенсіздер да. Ол енді ешқандай дұрыс әдіс емес. Да? Сондықтан именно осы нәрсені ескеріңіздер. Так, дальше кеттік. Формуланың логикасын түсіну өте маңызды. Так, мына жерде айта кетейік. Так, мына жерде бізде оқушыларымызға бізде формула жинақ беріледі. Бұл уже бонус емес, бұл чисто біздегі өзіміздің курсымыздың оқушыларына беріледі. Так, мына жерде көрсете кетейін. Так, міне формула жинақ бар, осындай 400 формула. И бұның ерекшелігі біздегі оқушыларға берілген қазіргі кезде. Міне, бізде былай жазылып тұрады. Бір ай бірінші аптада сен мынанша формулаларды білу керексің. Екінші аптада уже мына формулалардың барлығын білу керексің да. Яғни атауы, формуласы және оның түсіндірмесі. Міне осы жерде бүйтіп көрсетіліп тұрады осылай. Міне бір ай үшінші аптада демек осы формулаларды білу керексің деген. Демек оқушыға осылай дайындап берген кезде біздегі 4 ай материал бойынша осы аптада қанша формулаларды жаттау керектін деп өздеріне жоспарлай алады. Сондықтан да именно осындай формула жинақ сіздер өздеріңізде енді курсқа қатыспасаңыздар, өздеріңізге осылай формулаларды, 400 формуланы не істесеңіздер болады, реттестіріп қойсаңыздар болады. 400 реттестіріп қойсаңыздар болады да. Так, мына жерде 369 формула дейді. Ол 369 ол негізгі формула ретінде бар, ол именно файлды білем, бірақ ол жерде кейбір формулалар жоқ. Сондықтан да жуықтап алғанда бізге 400 формуланы білу қажет болады. Так, дальше кеттік. Бізге енді қараңыздар, формуланы жаттағаннан, оның сіздерге пайдасы болмайды, иә? Сондықтан оның логикасын түсіну керек. Тоже қорықпаңыздар, бұл қатты қиын нәрсе емес. Давайте оның қалай логикасын түсіну керек, көрсетіп жіберем. Негізі былай ойландыңыздар ма сіздер? Вообще, F неге үстінде тұрады? S неге именно астында тұрады? Неге, допустим, былай P тең P бөлінген S деп жазбасқа да? Немесе S-ті именно F P деп жаза салмасқа да? Неге именно осылай тұрады дейтін болса, бұл жерде бір нақты логика бар. И оны сіздерге тез именно не жасап жүрейін, мысал форматына түсіріп жүрейін. Оп-оңай да? И оңайдан қиынға асықпай көшетін боламыз. Қараңыздар, мысал сіз мұздың үстінде тұрсыз. Мұз шытынап бастап жатыр да, сынайын деп жатыр. Сізге не істеу керек? Сізге не істеу қажет болады? Бұл жердегі негізгі логика сізге жату қажет болады. Өйткені сіз қазір тұрған кезде сіздің бүкіл массаңыз екі табаныңызға келіп тұр да. Ал егер де жататын болсаңыз да, бүйтіп жататын болсаңыз, сіздің массаңыз бүкіл денеңізге именно реттелістіріледі да. И сол кезде ауданында арттырасыз. Әсерлесу ауданы екі табанған емес, бүкіл дене болады. S артқан кезде не істейді? Мұз уже сынбайды да, яғни қысым азаяды. Деген сөз, демек мынау артса, мынау кеміді десе, бұндай байланысты біз кері байланыс деп айтамыз, кері пропорционал. Сондықтан да именно S бізде астында тұр.
Ал наоборот, сен бұл мұздың үстінде секіретін болсан, яғни күшті арттыратын болсан, ол сынып бастайды, яғни қысым артып бастайды да. Сондықтан да күш пен қысым бізде тура пропорционал. Сондықтан да именно бұл үстінде тұрады. Сондықтан да бекерден бекер формула үстінде немесе астында тұрмайды. Астында тұрмайды. Осыны ескеріңіздер, иә? Так, әр формуланың артында, яғни сіздер көріп жүрген әр формула бар ғой. Мысалы, PV new RT деген формула бар. A тең F көбейтілген S деген формула бар. Жаңағы айтқан период деген формулалар бар да. Осының барлық формуланың артында осындай бір логика жатыр. Сол логиканы түсінсеңіздер, С деңгейлі есептерді именно нақты жаттай аласыздар. Дальше кеттік. Дальше бізде енді бір продвинутый уровень болады. Мен сіздерге қазір түсіндіріп берем. И былай мощь ақпарат болады да. Дайындалыңыздар, давайте. Координата теңдеу. Бұл жерде не ерекшелік бар? Бізге бұны білу керек, то что бізде қандай да бір координаталар болды. Осы координатада қозғалыс болатын болса, біз ол қозғалысты именно осы теңдеумен суреттейміз. Дұрыс па? Бұны енді көбісі білу керек, е? Так, қараңыздар, бұл жерде мынандай мәселе. x0 дегеніміз бұл бастапқы координата. Яғни ол басында 4-те тұрды. Яғни мынау біздегі бастапқы координатасы. Енді ол именно мына жаққа қарай қозғалып бара жатыр. Демек, ол егер координатаның төмендеу осіне қарай қозғалып бара жатыр, солға қарай, е? Именно солға қарай қозғалып баратын болса, жылдамдық минус таңбамен қолданылады. Сондықтан да егер де солға қозғалса минус қойылады, ал егер де мына жаққа қозғалса плюс таңбасы қойылады. Сондықтан да плюс минустың қай кезде қолданылатынын білу керексіздер. Координата өсіп жатыр ма, кеміп жатыр ма? И және де V деген жайпай V емес, именно осы x осіндегі проекциясы екенін білу керексіздер. Яғни математикадан проекция дегенді есімізге түсіреміз. Демек, мынандай бұрышпен қозғалыс болатын болса, сіз оның именно проекциясын табасыздар да. Осы оське проекциясын табасыздар. И Т деген уақыт. Енді тағы да қандай логикасын білу керек? И сіздер бұны математикамен байланыстырсаңыздар, өте күшті өтеді. Математикадан бұл сіздерге нені естеріңізге түсіру керек? Математикадан бұл сіздерге сызықтық теңдеуді естеріңізге түсіру керек қой. V плюс kx деген. Сонда қараңыздар, мынау бізде V-ның орнында тұр. Мынау K-ның орнында тұр, мынау X-ның орнында тұр. Мінекей, осылай сызықтық теңдеу ретінде байланыстыра алсаңыздар, сіздер былай істейсіз. Математикада сызықтық функцияның бізде графигі қалай еді? Мысалы, мына жерде y ат x-тікін салатын болсақ. Ол бізде қалай салынады? Бұлай салынады ғой. Мына жері v деп айтылады, именно өсу реттілігі x бойынша өзгеріп отырады. Дәл сол логика бойынша координатаны салатын болсаңыздар, координата бізде қалай болады? X атты болады. И ол жерде де былай белгілейсіздер. Мысалы, координата былай болады. Неге? Өйткені бұл да сызықтық теңдеу да, мынау сияқты. И мына жері бізде бастапқы v сияқты x0 болады, и t бойынша өзгеріп отырады, өсу реттілігін v көрсетеді. Иә? Значит, сіздер именно осылай қарастыра алсаңыздар болады. Так, келесі мәселе, ол мынандай мәселе. Мынаны енді көбісі біле бермейді. Так, қараңыздар. Мынау Vx дегеніміз не ол? Vx деген бізде x минус x0 бөлінген t деген сөз. Яғни дельта x бөлінген t деген сөз да. Дельта x бөлінген t. Яғни мына жерде тұратын біздегі параметр, мынауда мысалы k-ны былай жазса болады да. Y минус y0 бөлінген x деп. Бұл всегда мынау нәтижесін жанында тұрған мәнге бөліп жібереді. Осыны ескеріңіздер. И бұл не үшін білу керек десеңіздер, бізде мынандай слив есеп кездесті. Кімге мынау есеп кездесті, жаза кетсеңіздер болады. F тең 60 минус 3t деп келген. Кажется, сосын нені беріп еді? R деп 6 ohm'ды берген и тоқты тап деген. Яғни бұл бізде, қараңыздар, сливтің есебі. Кімге кездесті, чатқа жазсаңыздар болады. Білмесеңіздер, сіздерге повезло да. Қараңыздар, бізде получается былай. Но F деген бізде вообще магнит ағынның формуласы ғой. Оның формуласы бойынша біз қандай формулаларды білеміз? Li, Bs, косинус альфа деген формулаларды білу керекпіз да. И оқушыларға мынандай форматта келген кезде барлық қадалып бастаған да. Барлық қадалып бастаған. А хотя оқушы мына формуланың логикасын түсініп алса не болатын еді? Мына формуланы да түсініп кететін еді. Өйткені бізде, қараңыздар, мына теңдеуді есімізге түсірейікші. x0 плюс минус vt дегенді. Иә? Сонда қараңыздар,
бізде дәл мынау сол логикамен жазылып тұр ғой. Сол бойынша жазатын болсақ, қараңыздаршы. Ең бірінші бізде не тұрады? F0 тұрады. Минус. Енді қараңдар. Мына жерде не тұратын еді бағана? V дегеніміз не еді бізде? X минус X0 бөлінген T ғой. Яғни мына жердегі тұрған 3 дегеніміз, ол бізде не болып тұр сонда? F минус F0 бөлінген T. Яғни бұл дельта F бөлінген T ғой. А дельта F бөлінген T бізге нені береді? Кім айтады наны? Дельта F бөлінген T-ны нені береді? Ені береді. Ені береді. Сондықтан да мына жерден сразу түсініп алсаңыздар болады да сіздер. Мына 3 дегеніміз не ол бізде? Мына жердегі 3 дегеніміз не ол? Ол бізде Е. Яғни ені сұрайтын болса, смело осы жерден ені көріп қоятын болсан, айды қалай таба саласың? Е бөлінген R деп таба саласың да, 3 бөлінген 6 дейсің да, 0,5 бұл ампер болады. Ампер деп жаза саласың, болды. По сути, сіздерге любой формуланы осындай логикамен бере салса болады. Мысал, мен сіздерге дәл осылай, именно нені жазып берсем болатын еді? Былай берсем болатын еді. 3 қосылған 5T десем. И мынаны килограмм көбейтілген метр секунд десем, мынау не болып тұр сонда мынау? Қай нәрсенің теңдеуі мынау сонда? Соңғы жазған формула қандай теңдеудікі? Тамаша, мен жаңағы сұрағым қойып едім, кімге келді десем, Ұлжан айтады да, Ұлжан айтады, маған келді, шатаспасам дейді да. Енді мен сіздерге осындай есеп сіздерді қорқытпасын деп, қазір осыны толыққанды түсіндіріп беретін боламын да. Так, бұл бір импульстың формуласы. И сол кезде давайте енді догадаемся, я ойланайықшы. Мынау әріп сонда не ол бізде? Нені білдіріп тұр? Мынау понятно, P0 да бұл. P0. Ал 5 нені білдіреді? Мен сіздерге айттым ғой, ол жерде тұратын мән біздегі мынаның несін береді, дельтасын береді. Нәтиженің дельтасын береді. Сонда мынау бізде дельта P бөлінген дельта T деген нені береді? Дельта P бөлінген дельта T деген бұл не ол? Кім айтады? Жылдамдық емес. Қараңыздар, дельта P дегеніміз бізде ол M дельта V бөлінген T болады. И дельта V-ны T-ға бөлетін болсақ не бол бұл бізде? Бұл үдеу. Сондықтан да бізде MA деген шығады. Демек MA дегеніміз не ол? Күш. Сондықтан да 5 деген ненің орнында тұр? Күштің орнында тұр. Түсіндіңдер ма? Видите? Сіздер бір логикасын түсініп алсаңыздар, слифтан келген мынандай есептерді айырасыздар ғой. Өйткені бұл, егер де осындай плюс минуспен келетін болса, бұл сызықтық теңдеу да. Сызықтық теңдеудің барлығында осы логика жасайды. Яғни график тұрғыда ол сызықтық болады. Именно формуласы бойынша дельта X пен дельта T арқылы осылай таба саласыздар. Қалай кетті мынау ақпарат, жандарым? Ұнады ма? Именно мынаны прям қазірше тынбай дайындалып жүрген, ынталанып жүрген оқушылар мынаның құндылығын түсініп отыр да жестко. Кім ағай четко түсінді мынау ақпаратты еш жерде естімеген шығарсыздар, Тамаша. Ризамын оқушылардың активностьтарына. Енді қараңыздар. Так, дальше. Енді сіздерге дальше мощь ақпарат беретін боламын, қараңдар. Формуланың логикасын түсіну. Мынаны енді сызықтық теңдеуді түсіндірдім ғой, И осылай любой формуланы осындай форматта түсінсен, не істейсіздер? Четко қандай форматта кемесін, ағай біз бұны шығарған жоқпыз дейсің, жоқ айтпайсың. Логикасын түсінгендіктен любой есеп шығара аласың. Өйткені физикада біз нақты білеміз да. Логикасын түсініп алсаң болды, есеп қалай өзгеріп келмесе де шығара аласыңдар, жандарым. Сондықтан по сути сен эфирге кіріп құндылығын түсініп отырсың ғой, дұрыс па? Сондықтан да осылай просто жүйелі түрде оқысан, дұрыс жерден оқысан, нақты қолыңнан келеді. Сондықтан да жандарым, қаңтар ұбт нәтижелеріңізді көріп қалып сынып қалмаңыздар ше. Сынып қалмаңыздар, қолдарыңыздан келеді, уайымдамаңыздар, әлі де уақыт бар. Нақты нәтиже көрсете аласыздар. Ал мен сіздерге тағы да бір формуланың логикасын түсіндірейін. 600 теңгеге не алса болады? Горилла алса болады, и құрт алса болады. Мен бар ғой, бір горилла, екі құртын қойып бер дейтін да. Мен сендерге қойып бердім конкретно, ағайлардың әңгімелерін жоқ шығар енді. Ағайларын конкретно гориллаларын да құрттарын да қойып берді. Так, енді эфир сақталмайды, жандарым. Бітеміз. Қараңыздар. Енді бұл нәрсені не үшін қарап отырмыз? Бізде физикада мынандай формула бар. Яғни мына жерде қандай логика кетті, қараңдаршы.
Бұл жерде. Яғни 600 теңгенің қандай да бір бөлігі гориллаға кетті, қандай да бір бөлігі құртқа кетті. Жаратылды да соған. И бізде термодинамиканың бірінші заңы деген тақырып бар. Ол бойынша бізге жүйе, осы жүйеге сырттан жылу келеді. Осы жылудың арқасында оның температурасы артады, яғни ішкі энергиясы артады. Сол кезде қақпақты шығарып жұмыс жасаса болады. Дәл сол сияқты ғой. Яғни 600 теңге горилла мен құртқа жаратылды ғой. Яғни сырттан келген энергия ішкі энергияның өзгерісіне және де жұмыс атқаруға жұмсалды деп жаттайсыздар. Түсінікті ғой, яғни плюс минустың формуласы осыда. Яғни сіздер де осы форматта жаттасаңыздар, логикасын түсініп жаттаған оқушы, бұл ұмытпайды да, ол андай Q, A, мю, A дейтін анда бір мяулап отырмайсыздар да, ассоциация құрастырып. Бұл жерде четко түсініп аласыздар. И дәл сол бойынша, мысалы, көп оқушы, мысалы, неден қателеседі? Фотоэффект теңдеуінен. Фотоэффекттің теңдеуі міне да. Фотонның энергиясы Е, шығару жұмысы, кинетикалық энергия. Бұл жерде де дәл сол логика. Қараңдар. Сырттан келген энергия 600 теңге сияқты да. Бұл 600 теңге не істейді? Мына жердегі электрондарды шығарады. Яғни 600 теңгенің қандай да бір бөлігі шығару жұмысына кетеді, қалған бөлігі қалса егер кинетикалыққа кетеді да. Кинетикалық кетеді. Бұл сендер плюс минустың барлығында, значит, мынау бөлігі деп жаттап алу керексіңдер ғой. Түсініп отырсыздар ғой, И сол кезде ғана сіз, значит, формуланың логикасын түсінген оқушы, во-первых, физиканы в кайф оқиды, өйткені ол жаттанды нәрсе жұмыс істеп жатқан жоқ та, ол өзі түсініп отыр. Ал түсінген оқушы ОБТ форматында қандай есептелмесе де шығара алады. Осыны түсініңіздер, жандарым. Сондықтан да көбісі не істейді? Әшейін просто Q дельта U плюса анықтаманы жаттап ала салайыншы дейді да. Өйткені қаншама жыл просто логикасын түсінбей жаттауға бейімделіп қалған ғой миы. Жандарым, физикадан логикасын түсінбесеңіздер қатты қиналасыздар. Өтініш, осы жерде өте үлкен сіздерде даму жатыр. Осы бойынша жаттайтын болсаңыздар, өте үлкен даму сіздерде болады. Так, тамаша Диана, рахмет. Так. Дальше, ұқсастықты байқау. Мынау енді вообще мощь метод. Біраз методтарды қарастырып отырмыз, менталды карта кетті, мнемотехника кетті, логикасын түсін. Вот логикасын түсінген оқушы, яғни логикасын түсінген оқушы мынау методты қолданылады. А вот логикасын түсінбеген оқушы ол тупо жаттай береді. 400 формуланың барлығын қиналып жаттайды. Ал логикасын түсінетін оқушы ол бір-бірімен байланыстырылады. Ол былай айтса болады. Так, бізде түзу сызықты қозғалыс бар. Түзу сызықты қозғалыс бойынша, допустим, мынандай бір қозғалыс болады, ол жерде бір жүрілген жол болуы мүмкін, жылдамдық болуы мүмкін да. Там қандай да бір уақыт аралығында, егер үдемелі қозғалыс болатын болса, үдеу болады деген секілді. Немесе қисық сызықты қозғалыс болады, оның ішінде шеңберді қарастырса болады да. Шеңбердің ішінде ол, допустим, не істесе болады? А нүктесінен В нүктесіне қозғалуы мүмкін да. Бірақ бұл жерде біз жүрілген жол емес, именно бұрылу бұрышын қарастырамыз. Ол жердегі бұрыштық жылдамдықты қарастырамыз. Яғни бұл жерде қандай әріптер? Фи, омега деген әріптер. И егер де бір қалыпты қозғалыс болатын болса, бізге қандай формулаларды білу қажет? Бір қалыпты қозғалыс болатын болса, давайте ең біріншісінен бастайықшы. Оны бізде координатадан бастау қажет болады. Яғни ең бірінші жаңағы координатаның теңдеуін білу керексіздер да сіздер. Плюс минус фото. И вот на формуланың логикасын түсінген оқушы не істей алады? Балама жасай алады. Яғни түзу сызықты, қисық сызықты қозғалыстарда екеуі де бір. Да? Сондықтан да бұл жерде біз x-тің баламасын не істесек болады? Именно фимен баламасақ болады. Сондықтан дәл осылай жаза аласыздар да сіздер. Мына жақта да координата теңдеуін жазатын болсаңыздар, бұл бізде фи 0, яғни x-тің баламасы ғой. Фи 0 қосылған, ал жылдамдықтың баламасы не болады? Бұрыштық жылдамдық болады. Сондықтан да омега т деп қисық сызықты қозғалыста именно координата теңдеуін жаза аласыздар. Так, бұл енді бір қалыпты кезінде. Ал егер де бізде үдеу қосылатын болса ше? Үдемелі болатын болса, мына жерде ат квадрат бөлінген 2 деген шығады. Яғни аның баламасы бізде ол бұрыштық үдеу, эпсилон. Сондықтан да мына жерде бізде 2 квадрат бөлінген 2 болып кетеді. Өйткені қисық сызықты тең үдемелі қозғалыста болуы мүмкін. Окей? Так, дальше кеттік. 1 минут.
Так, тамаша. Дальше кеттік. Тағы қалай байланыстырсақ болады? Яғни үдеу мен бұрыштық үдеуді қарастыратын болсақ, бізде үдеу не болады қараңдар? Үдеудің формуласы қандай еді? В минус В0 бөлінген Т еді ғой. Мына жерде бұрыштық үдеудің формуласы омега минус омега 0 бөлінген Т болады. Так, S-ті кен үдемелі қозғалыс бір қалыпты болатын болса, VT деп табатын болсақ, S-тің де баламасы ол бізде не болады? Фи болады. Дәл солай фиді омега Т деп жаттай салсаңыздар болады. Так, дальше. Ал егер де бізде үдемелі қозғалыс болатын болса, VT АТ квадрат бөлінген 2 ғой. Дәл солай сіздерде үдемелі қозғалыс болатын болса, омега Т қосылған ЕТ квадрат бөлінген 2 деп жазсаңыздар болады. Қараңыздар, тамаша ғой мына нәрсе, иә? Егер де сонда бір ғана тақырыпты жаттайсыздар, и сол бойынша басқасын да именно қарастыра салатын боласыздар. Дальше кеттік. Міне осындай ұқсастықты байқасаңыздар болады да. Байқасаңыздар болады. Так, дальше. Ал егер бұны енді көбісі біледі, мен екен 10 сағаттық эфирімде түсіндірдім да бұны. 10 сағаттық эфирім бар, ютубта білесіздер, иә? Соны именно қарастырдым. Дальше кеттік. Дальше. Динамика бойынша. Динамика бойынша түзу сызықты қозғалыс және айнымалы қозғалыс бар. Яғни бізде түзу сызықты қозғалыста бір қандай да бір денені итеретін болсақ, иә? Ол үдемелі қозғалуы мүмкін. Айнымалы қозғалыста да бізде қандай да бір мына жерде дене үдемелі қозғалуы мүмкін да. И бұл жерде де біз байланыстырсақ болады. Қараңыздаршы. Бұл жерде мысалы бізде динамикадағы F тең ma деген ең негізгі формула бар. Ньютонның екінші саны. Дәл солай айнымалы қозғалыста бізде Ньютонның екінші саны m(i) деп жазылады. Демек балама бойынша қараңдар. F-тің баламасы ол моменттер. Мынау күш, ал мынау моменттер күші. Я? Массаның баламасы инерция. Үдеудің баламасы Е деп жаттап алсаңыздар болды, я? Осын жаттап алсаңыздар, былай жазсаңыздар болады, уже. Так. Мысалы мынандай формула бар. Так, қандай формуланы көрсетсем болады сіздерге? F(ma)ны көрсеттім да. Өткенде мынандай есеп кездесті. Кинетикалық энергияның формуласы бар ғой. mv квадрат бөлінген 2 деген. Дәл солай, мына жерде де кинетик айнымалы дененің, мынау мысалы түзу баратқан дене ғой. Айналып баратқан дененің де айнымалы кинетикалық энергиясын тапса болады. Айнымалы кинетикалық энергиясын табатын болсақ, ол бізде қараңдар. Массаның баламасы не ол? Ол бізде I, яғни инерция моменті. Ал жылдамдықтың баламасы ол бізде бұрыштық жылдамдық. Сондықтан да бұны I омега квадрат бөлінген 2 деп жаза салса болады. Я? Именно осылай жаза салса болады. Так. Эфир неге сақталмайды дейді, жандарым? Ереже сондай, эфир сақталмайды. Көретін болсаңыздар, егер де бұл тақырып сіздерге қызық болса, уақыт табыңыздар да қараңыздар, пожалуйста. Ал егер де қандай да бір бұдан да маңызды нәрсе бар деп ойласаңыздар, пожалуйста, сол іс-шараларыңызға барыңыздар, Жандарым, эфир сақталған, ол оқушыны көре ме, оқушы көрмей ме? Бұл екі талай да. Біз солай ереже қойдық, эфир сақталмайды деп. Сондықтан да эфир сақталмайды, бұны да ескеріңіздер, Так. Тамаша, сондықтан да барынша қазір моменте қарап, біліп алуға тырысыңыздар. Көрдіңіздер ғой, міне осындай бізде логикалар бар, осылай ұқсастықпен байқайтын болсаңыздар, уже есептерді, ұқсастықтарды байқау арқылы 400 емес, уже 300-ақ формула жаттау керек болады. Өйткені сіз мынандай ұқсастықтарды байқай аласыздар. Байқай аласыздар. Так, келесі бізде аралас жалғаулар бойынша. Білесіздер, қыздар, жігіттер, аралас жалғаулан көптеген оқушылар бізде қиналады. Аралас жалғаудың башқа 3 элемент бар. Ол бізде осы кедергі, резисторлар, сыйымдылық, конденсаторлар и және де қатандық. Мынау бізде қатандық, конденсатор және де резисторлар. И бұларды қалай жаттау керек десеңіздер, жандарым, не істейміз? Бір ғана резисторды жаттасан, бұл жеткілікті. Мынаны автоматически жаттай саласың. Давайте түсіндіріп өтейін. Бізде тізбектес жалғау бар, параллель жалғау бар. Тізбектес жалғауда біз кедергіні қалай табамыз? Қосындысы ретінде. Ал кедергіні 1 бөлінген R деп табамыз. Болды. Осыны жаттап алсам болды. Мына VS деп бекерден бекер жазылып тұрған жоқ. Кедергіні жаттап алсаң, мына екеуі кедергіге қарама қарсы деп жаттап аласың. Демек, мына жерде керісінше конденсатор болатын болса, ол қалай табатын ең? 1 бөлінген S
1 бөлінген S1 қосылған S2 деп табатын енді тізбектес кезінде. Ал қатандық болатын болса 1 бөлінген К, 1 бөлінген К1 қосылған 1 бөлінген К2 деп именно наған қарама қарсы жаттай саласың. Иә? Ал мына жерде параллель болатын болса сыйымдылық пен қатандық. Наоборот қосып жібересің. S1 қосылған S2, К дегеніміз К1 қосылған К2 деп. Бұл кедергіні жаттадың, ана екеуі просто кете береді. Ал любой тізбектесте тоқ бірдей болады, любой параллельде кернеу бірдей болады. Сәйкесінше параллельде тоқ қосылады, мына жерде кернеу қосылады. И еще бізде сыйымдылықтың кезінде дәл мынаны I тең Q бөлінген Т болғандықтан I мен Q бір-біріне тура пропорционал. Сондықтан дәл солай зарядтарды біз Q1, Q2 тең Q деп жазсақ болады. Бұл екеуі бір нәрсе. Түсінікті ғой, иә? Екеуі бір нәрсе. Так, мінекей, бір резисторды түсініп алдың, қалған сыйымдылық пен қатандықты не істейсіздер? Дәл соған байланыстырып жүре саласыздар. Тамаша ғой, айтыңыздар ше? Тамаша ғой, иә? Так. Так, енді қараңыздар, есептерде қалай дұрыс қолдану қажет? Кешірім өтінем. Қараңыздар. Енді сен қара, жаттау әдістерін түсініп атсың. Иә, қандай? Мнемотехниканы қарастырдық, менталды карта, ұқсастықтарды байқау болды. Енді қараңыздар, бұны есептерде қалай дұрыс қолдану керек? Егер де сен логикасын дұрыс жаттасан, есептерде дұрыс қолданасың. Яғни белгілі бір сөздерге көңіл бөліп, сол жерден логикасын түсінгендіктен именно сол формуланы қою керектігін түсінесің. И тақырып бойынша міндетті түрде теорияны білу қажет. Мысалы, Паскаль заңы деген бар да. Паскаль заңын білмесеңіздер, көбінесе сұйықтар мен газдарда келетін қысым бойынша есептерді шығара алмайсыздар. Сондықтан да именно сол тақырып бойынша не істеу керек? Сіздерге нақты теорияны білу қажет болады. И есепті оқыған кезде, жандарым, міндетті түрде берілген мұқият оқыңыздаршы. Берілген мұқият оқыңыздар, окей? Берілген мұқият оқыңыздар. И қатемен жұмысты сапалы жасаңыздар. Яғни қатемен жұмысты сапалы жасау деген не бұл? Яғни сіз бір есептен қате кеттіңіз, қате кетсеңіздер, яғни үш этаптың біреуі дұрыс емес та. И сен өзіне сұрақ қойсың, қай жерде мен қате кеттім? Иә, логикасын дұрыс түсінбедің ба? Бұл тақырыптың теориясын білмедің ба? Немесе есептің берілгенде қандай да бір сөз жіберіп алдың ба? Немесе мүлде арифметикалық бір кішкентай қате ма да? Сол қатемен жұмыста сіз сол теория бойынша сразу бірден бекітсеңіз, ол қатені қайталап жүре беретін боласыздар, иә? Қайталап жүре беретін боласыздар. Так, все окей, тамаша. Енді қараңыздар, бұл жерде, давайте мына жерде тағы да бір слифтің бір есебі бар екен. Слифтің есебі бойынша бір есеп қарастырып жіберейік. Минус 10 плюс 6t деген. Так, 2 секундтағы орын ауыстыруын тап деген. Мына жерде қандай жауабы болады? Давайте қарастырып жіберейік. Так. Я именно осы түнендеу 2 секундтан кейін орын ауыстыруын тап деген. Так, давайте тамаша уже активный оқушылардың прям экранның алдында кім отырғанын білесің да? Жазғанына байланысты бар ғой. Так, қараңыздар. Мына жерде былай ғой, координата бойынша сонда мынандай ғой. Мынау бізде бастапқы координата ғой. Мына жерде 0 деп алатын болсақ, демек ол минус 10-да тұр деген сөз да басында. И ол мына жаққа қарай қозғалып келе жатыр. Неге оны біз плюстан білдік та? Ол қандай жылдамдықпен? 6 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатыр да? И осы жерге 2 секундты қоятын болсақ, давайте шығарып көрейікші. Минус 10 қосылған 6 көбейтілген 2. Яғни минус 10 плюс 12, сонда ол 2 болады да? Иә? 2 болады. И 2 деп жауап беріп отырған оқушылар, яғни ол мына жаққа кетті ғой. 2 деп жауап беріп отырған оқушылар қате. 2 деп кім жауап берді осы жерде? Қате. Себебі сен не істедің? Мұқият оқыған жоқсың есепті, мұқият қарастырған жоқсың, асығып отырсың сен. Асығып отырсың. Значит, қай жауабы дұрыс болады? Кім 2 деп жауап берді? Егер де сіздерден соңғы координатасын тап деп айтса, яғни координатасын тап деп айтатын болса, сіздердікі дұрыс болады. Сіздерден орын ауыстыруды сұрап тұр ғой, орын ауыстыру. Орын ауыстыру. Ал орын ауыстыру дегеніміз не ол? Бастапқы нүкте мен соңғы нүктені қосатын кесінді. Минус 10-нан 2-ге шейін. Яғни қанша метр істеді? 12 метр жасады.
Сондықтан да жауабы 12 метр болады. Мен сіздерге қазір айтып отырмын, қазір қателесіп отырсыздар. Неге? Өйткені сіздердің миларыңыз соған жаттығып қалған. Сол үшін де жандарым, осы айтылған ақпараттың барлығын жүйелі түрде қолданған кезде ғана сіздерде нақты нәтиже болады. Сондықтан да алай-дүлай асығыстықпен балдарыңызды жоғалтып аласыздар да. Осы өте обидный. Сондықтан да мынау эфирдің маңыздылығы өте түсінікті ғой, жандарым. Мына нәрсені осы немен әр формуланы жаттағанда логикасын түсін. Сол тақырып бойынша теорияларын обязательно жаттап жүр. Есептің берілген оқыған кезде мұқият оқы. И обязательно қатемен жұмыс жаса. Қатемен жұмыс жасамасаң, сен мына жерлерде дұрыс істемей жатқанды түсінбейсің. Түсінікті ғой? Көрдіңдер ғой, қадайтын есептерді оп-оңай құрастыра беруге болады. Енді қараңыздаршы, осы ақпараттарды игеріп, оқушылар екіге бөлінеді. Мысалы қараңыз, мына жерде бағана 12 деп жауап берген оқушы кім болды? Мына жерде ең бірінші 12 деп жауап берген оқушы. Так, қателесті ау деймін, Айзаданы көріп тұрмын ең бірінші да. Вообще негізі осы ақпараттарды игеріп, оқушылар екіге бөлсе болады да. Условно екіге бөлеміз да, условно. На самом деле әртүрлі істер ғой. Условно екіге бөлетін болсақ, прокатить дейтін оқушылар бар, жасаймын дейтін оқушылар бар да. Нақты осындай бір оқушылар бар. И сол кезде именно прокатить дейтін оқушылар ол қандай оқушылар? Реально сөйлескен кезде байқайсың. Ол қандай оқушылар? Әйтеуір бір нәтиже шығар да. Жүре берем. Бір нәрсесі, бір мәнісі болады. Тапсырады ғой, әйтеуір тапсырам ғой дейді. Балым қайда жетеді, сонда түсе салам дейді да. Яғни ол не дейді андай, бір физикадан, бір физматтан бір 70 алатын шығармын, хотя бір әйтеуір басқа қалаға көшсем грантқа түсе салам дейді да. Бір Ақтауға барсам да деген секілді, алыс жерге барасам серпін программасымен болсын дейді да. 70-пенде нақты стратегиясы жоқ оқушылар. Дисциплинасы төмен, сондықтан да бірде оқиды, бірде оқымайды, тастап кете береді, жүйе жоқ. Уақыты болса да үлгермеймін деп жылай береді да. По сути, реально сол оқушымен 24 сағат жүретін болсам, уақыты бар оқушы да. Бірақ ол өзінің жаңағындай бос әңгімеге кеткен уақытын, бос тиктокта отырған уақытын елемейді да. Әйтеуір нан істеу керек дегенге акцент қояды да. Уақыт жоқ деп жылай береді. Қандай да бір нәрселерді өтірік сылтау еткізгісі келеді, Сосын барып өзінікін ғана дұрыс деп ойлайды. Мынау айтып жатса, қойшы, жоқ, былай болады. Қойшы деп, андай, миы сондай да бір. Қойшы, мынау дұрыс дейді, мынау дұрыс деген сияқты тек қана өзінікін ойлайды да. Яғни бұл кішкене тәкаппарлығы жоғары оқушы да. Ал жасаймын дейтін оқушылар қандай оқушылар? Жасаймын дейтін оқушылар, так, мен мынау тегін сабаққа қатыстым. Оппа, мынандай әдістер біліп алдым, тамаша, сразу отырады да, мынаны мен қолданысқа енгіземін дейді. Тамаша, мынаны қозғалысқа енгіземін дейді. Жүйелі дайындаламын дейтін оқушылар. Дайындықты уже бастап кеткен оқушылар да. Бір қадалмаса да уже дайындықты әлде қайда бастап кеткен оқушылар да. Нақты конкретно андай, қандай бал жетсе болды, соған түсем емес, нақты армандаған мамандығы бар. Ең жақсы таңдау жасағым келеді дейді да. Яғни физматтардың арасынан ең лучший мамандық менде болу керек дейді да. Ертеңгі күні мен өкінбеу керекпін дейді да. Ата-анама ақылы бөлімге түсіп салмақ салғым келмейді дейді да. Осы жерде, кстати, мына жерде де, прокатить дейтін оқушылар ата-анама салмақ салғым келмейді дейді. Бірақ бұлардың жаманы ше, андайда өзінің дайындығын деңгейін әсер түсіне алмайды да, ата-анама салмақ салғым келмейді деп проблемасын айтпайды, сәйкесінше армандаған нәтижесін алмағандықтан ақылы бөлімге түседі. Ақыл бөлімге түскен ол точно салмақ түсіреді ғой. И қалған уақытта максимально прогресс жасаймын дейді. Яғни қазіргі қаңтар ұбт-дағы нәтижесі төмен болып қалса да, немесе өзі армандағы балын әлі алмаса да, әлі наурыз ұбт бар ғой, ақпан бар, наурыз бар, сәуір бар, мамыр бар. Вот қалған уақытта реально максимально прогресс жасаймын дейтін оқушылар да прям. И дисциплинасы, фокусы ұрып жанып тұр да, немесе осыны қатты дамытқысы келіп тұрған оқушылар. И вот жасаймын дейтін оқушылар, жасаймын дейтіндер прокатить дейтін оқушылар бар. Вот реально сендерге сұрақ, жандарым. Қай типті оқушылар өздерін болғыларын келеді, немесе қазір қай типті оқушысың? Честный оценка жасап кетсіңіздерші өздеріңізге. Мен ағай реально осындай типтегі оқушымын деп. Немесе осындай типтегі оқушы болғым келеді деп. Тамаша, ұрып тұрған, мысалы қазір көріңіздерші, жаса деп отырмын, кейбір оқушылар қазір айта берсінші деп отыр да. Ана қозғалғысы келмейді, қойшы деген сияқты. Ол қандай оқушы? Міне, өзінікін ғана дұрыс, бір андай айта берсін, сөйлей берсінші деп отырады да. Жасаймын дейтін оқушы, ол именно осылай да. Даже осындай мотивация берілген кезде де максимально тыңдап, жасаймын деп осы әрекет етіп активный болып отырады.
Сондықтан да жандарым, әрине көбісі екінші вариант таңдайды. Бірақ екінші вариантқа барлығы жете ма? Осы нәрселердің барлығын жасай ма? Мысалы, мен оқушым, құттықтап қойыңыздар, шын жүректен шынымен де құттықтап қойыңыздар. Аманжол осы чатта отыратын болса, тоже құттықтауларыңызды көреді, немесе достары жеткізіп барады да. Қаңтар ұбт-ның өзінде 22-сі кірген, именно физикасы қанша болған қараңыздаршы? 43 балл. Конкретно жасаған оқушы ғой мына жерде де. Қараңыздар, очки киіп алған ғой. Сондықтан да жасайтын оқушы деп осындай силуэт алдым да. Неспроста осы силуэт. Жасаймын дейтін оқушылардың бірі да. Аманжол курсқа қатысып жатқанына 2 ай болған. 2 ай болған. Бізде механиканы, жылу физикасын қарап өтті. Одан бөлек тынышталған жоқ, жекеде жазды. Рақашев берілді дополнительно. Рақашев деген кітаппен дополнительно жасады. Қайталау эфирларын алдын ала беріп қойдық материал ретінде. Барлығын толыққанды қарап, қаңтар ұбт-ның өзінде осындай нәтиже көрсетті да. Яғни бұл реально жасаймын дейтін оқушы. Реально жасаймын дейтін оқушы. Шүкір осындай нәтиже көрсетті. Енді, яғни үздік нәтиже көрсету үшін сен өзің мықты болу керексің. Яғни жүйелі дайындала білу керексің, выгоранияға түспеу керексің, дисциплина мощный болу керексің. Өзіңді қатаң қадағалап отыру керексің да. Немесе мықтылармен бірге болу керексің. Яғни мықты болу бойынша қалай екенін айттым, мықтылармен бірге болу керексің да. Яғни осындай Аманжол сияқты және тағы да басқа бізде курста оқушылар көп. Сол бойынша мықтылармен бірге болу керек болатын болсам, сіздерге міне қараңыздар, грант ұбт деген менің осы проектім ұбт-ға дайындау бойынша. Бұл физиканы нөлден бастап абсолютно қадағалаумен дайындау арқылы сені нәтижеге жеткізетін орталық. Реально осы нәтижеге жеткізетін орталық жандарым. Яғни өздеріңіз мықтылармен бірге оқимын, жасаймын дейтін болсаңыздар, пожалуйста, міне грант ұбт деген бізге арнап қойған, жыл бойы дайындап жүрген 8 жылдық тәжірибеміз бар. Осындай не бар да? Курсымыз бар. Дәл курсымызда жасаймын дейтін оқушыларға не күтіп тұр? Не күтіп тұр? 1 ақпан курс басталады. 1 маусым аралығында, яғни осы ақпан, наурыз, сәуір, мамыр айларында реально жасаймын, максимально прогресс көрсетемін дейтін оқушыларға өзіміздің арнайы платформамыз 180 дайын видео сабақ, ұбт-ның база есептерінен құралған үй жұмысы, именно үй жұмысын шығарып отқан кезде жаңағы сливтің есептерін шығарып отқандай боласың да. Қатемен жұмыс жасайсыздар. Формула, теория жинақтары беріледі. Апта сайын менімен практикалық сабақтар. Яғни сіз мен осы бір тегін сабағыма, мен қашан айттым сол кезде кірдіңіздер ғой. Курста апта сайын практикалық сабақ болады. Ментормен аптасына 2 рет сабақ болады. Куратормен аптасына 2 рет сабақ. Апта соңында вообще қаншалықты прогресс болып отқанын түсіну үшін, анализ жасау үшін апталық зачеттар болады. Ата-аналарыңызбен кері байланыс болады. Яғни мына оқушыңыз, допустим, жақсы оқып жүр. Мына оқушынан кішкене давайте қолдау беріп жіберсеңіздер да. Қолдау беріп жіберсеңіздер осы нәрсе деп деген секілді. Ата-аналармен кері байланыс. Супер интенсив деген біздің курсымыздың ерекшелігі бар. Яғни бүкіл физиканы именно қайталау форматында. Яғни қайталау форматында супер интенсив курсы болады. Нұсқа талдау курсы беріледі. Теория талдау курсы бар, жақында ашылады. С деңгейлі есептер курсы бар. Және де импульс тобына кіруге мүмкіндік. Импульс тобы деген элита тобы сияқты ғой. Элита тобына кіруге сіздерде мүмкіндік қарастырылатын болады. Сондықтан да реально жасаймын дейтін оқушылар болатын болса, қараңыздар, сіздерге керемет ұсыныс. Бағасы бізде 150 мың теңге. Яғни қалған 4 айда, 4 ай, яғни наурыз, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр қатысасыздар, 150 мың теңге. И еще плюс именно маусым айында сіздерге бонус ретінде тегін беретін боламыз. И сіздерге шок жаңалық қазір дайындығын именно финансовый жағдай бойынша бастамай қалмасын деп, именно эфир қатысушыларына жандарым 150 мың теңге емес, 90 мың теңге болады. Қазір мынаның астында бізде менеджердің номері шығады. Кім менің курсыма қызығушылық танытып жүр, дәл осы жеңілдікпен бүгін 23:59-ға дейін үлгеріп қалғысы келеді. 30 орын аштық. 30 орын 1 ақпан басталады. Осы 30 орынға тіркеліп үлгерсеңіздер болады. Кім реально, ағай мен шаршап кеттім, реально нәтиже көрсеткім келеді дейтін оқушылар болатын болса, жүріңіздер, реально бірге отырып жасайтын боламыз. Мықты ортада реально сіздердің нәтижелеріңізбен бірге жұмыс істейтін боламыз. Сондықтан именно кім тіркелем деп жүр, давайте чатқа плюс қойып кетсеңіздер болады, немесе астындағы баннерге жазыңыздар, И сол кезден бастап осы мүмкіндікпен қолданып қалсаңыздар болады. Так, орын саны шектеулі жандарым, осыған тіркеліп үлгеріңіздер, Мына жерде курсымның оқушылары да қатысып отыр.
тоже өздеріңіздің честный отзывтарын қарасаңыздар болады сол жерден. Дальше кеттік. Бізде курсқа тіркелген оқушылар бүкіл лектің қай уақытта тіркелмесе де 1 мамыр мен 10 маусым аралығында бүкіл лекті жинап, бүкіл лекке қайталау эфирлары өтеді. Яғни супер интенсив форматы, нағыз ұбт форматында тікелей эфирде бүкіл лекті жинап өткізеді. Одан бөлек 40 плюс алып жүргендермен бөлек эфир өтеді, я? И 40-тан төмен алып жүрген оқушылармен бөлек эфир өтетін болады. Яғни 40 плюс алған қатты қиын есептерді қарастырылады. И және де бізде именно не болады да? Төмен алып жүрген оқушылармен оңай есептерді қалай шығару керектігі бойынша, немесе В деңгейлі есептерді қалай шығару керек бойынша есеп болатын болады. Ақшадан қысылу болмағанда алушы едім дейді. Я түсінемін енді. Сондықтан да біз ақшадан қысылатын жағдайлар болатын болса, именно 3 айға да, 4 айға, 6 айға, 12 айға, 24 айға бөліп төлеу қарастырылған. Жандарым, қатысыңдар, өкінбейсіздер. Қалған уақытта реально прогресс жасаймын, уже шаршап кеттім, нақты нәтиже көрсеткім келеді деп, уже жүйелі дайындалғым келетін оқушылар болатын болса, пожалуйста, 30 орын аштық, 30 орынның біреуіне тіркеліп үлгерсеңіздер болады. Так, ол жерде рассрочкамен төлесеңіздер де болады, жадырасын. Так, мінекей осындай керемет. Енді бонус ретінде қазір байқап отқан шығарсыздар, ертеңгі күні қаңтар ұбт-ға кірген кезде сіздердің мат сауаттылық, оқу сауаттылықтарыңызда өте маңызды болады. Именно курсымызға тіркелген оқушыларға мат сауаттылықты Алпамыс ағайдың курсын бонус ретінде тегін берілетін болады. Және де оқу сауаттылығы форматында именно Шами Гүлназ апайдың курсы бонус ретінде тегін берілетін болады. И және де математика деп сұрап отыр. Математика болатын болса, Мөлдір апайды кеңес беремін. Мөлдір Әділқызы деген кісі бар. Математикадан да әлі қысылып жүретін болсаңыздар, Мөлдір Әділқызының курсын алсаңыздар болады. И және де курсымыздың ерекшелігі, егер де қандай да бір психологиялық жағынан проблемалар болатын болса сіздерде, мақсат қою, жету жолдары, ішкі состояние, кейбір кезде сабақ оқығым келмей кетеді ағай, настроением түсіп кете береді, сезімімді контролировать ете алмаймын, всегда негативте жүрем, эмоциямды ретке келтіре алмаймын, ренжіп қала беремін дейтін оқушылар болатын болса, сол бойынша да бізде именно осындай Арман мырзаның сабақтары болады. Курсымыздың ерекшелігі осыда, психология бойынша бізде именно осындай сабақтар қарастырылған. И және де қобалжу, мысалы қаңтар ұбт-ға кіріп жатсыздар ғой, қобалжу болып отыр, қорқу, сасқалақтауда, өзіңді жоғалтып алмау, осы нәрселердің барлығын тоже сіздермен қарастыратын болады Арман ағай. Курсымыздың ерекшелігі осыда. И бұл қобалжу деген мәселе тек қана қаңтар ұбт тапсыру емес қой. Ертеңгі күні универге барған кезде жаңа ортамен танысу керек болады. Ол кезде де қобалжисың. Яғни ол кезде де проблемаңды осы сабақтар арқылы шешіп алуға болады. Так, тамаша, маған да жекеме жазып кетіпті жандарым. Ағай, рассрочка бар ма, орын қалды ма деп менің жекеме, меніңкін жазып жатыр екен. Жандарым, мен қазір жауап бере алмаймын, мен сабақ өтіп жатырмын. Орын қалсын десеңіздер, менеджерге жазыңыздар. Арнайы өзімнің менеджерларым бар, оқушыларым, солар сіздерге нақты ақпараттың барлығын береді. Орын бар болса тіркеп үлгереді. И энергияда болу, фокусты үйреті осы Арман ағай сіздерге толыққанды түсіндіріп береді. Барынша нәтиже болу үшін тек қана білім емес, психология жағында қарастырылған. Бонус. Кім? Бағана айтылған бонустар бар ғой. Флеш карталар, топтастыру, тағы да бізде қандай моменттер болды? Менталды карта, сол бонусты алу үшін бізде Инстаграм парақшада мына постты табасыздар. Осы посттың астына бонус деген именно кілт сөзді жазасыздар. Кілт сөзді жазған кезде сіздерге рет-ретімен бонустар берілетін болады. Уәде етілген бонустар осылай беріледі. Осыны жазып алыңыздар.